Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін біз міне қайтадан Коопқа оралдық. Және бізде осындай талдың астынан темір сигнал болды. Және қазып көрдім, маған қызық болды. Және қараңыздар. Осындай үшкір темір шықты. Бұл не зат болуы мүмкін, кім біледі. Бір қарудың ұшымы, немесе бір пышақ болды ма екен. Осындай бөлігі темірден жасалған. Осыны талдың астынан шықты, мына жерден. Онда қазып алдым. Ал біз сол баяғы бүгін легенда аппаратымен поле режиміне қойдым. Екінші режим чувствительность 30-да тұр, часада М3. Осы бүгінгі настройка. Сосын шамалы қара темірлерді қосып алдым, Б дегенді қойып алдым. Қара темірді өшіп қалады, бірақ маған қызық табыстар шығып қалады деген ойда болып тұрмын. Жалғастырамыз. Достар, бізде кезек табыс. Қазір не шыққан? Мынау не бізде? Не зат болуы мүмкін? Жаңа мен ойынша жаңағыдай датчик бір нәрселерді көрсететін машинанкі. Скорость көрсететін ба, спидометр емес беген. Достар, менде қызықты табыс. Осы мұздардың үстімен кетіп бара жатам. Және мұздың астынан көрініп тұрады қызыл. Не екенін қарай салам. Және қарай салсам, бұл маған құмыраның бөлшегі сияқты көрініп тұр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Құмыраның бөлшегі ме екен, или қызыл кірпіш пе екен? Міне, құрметті достар, біз орын ауыстырдық. Және бұл жақта қараңыздар, жер жұмсақ, тоң да жоқ. Әдемі болып тұр екен. Және бұл жақта бізде алғашқы сигнал, төменгі 19 сигналын берді. Және қараңыздар, ою бар сияқты ішінде. Осындай керемет зат шықты. Не затқа қолданылған екен білетін адамдар болса, пікірге жаза кетіңіздер. Бәріміз біле жүрейік. Осындай керек табыс бізде. Бұл бізде лимих мен жерді жыртқан. Достар, қараңыздар. Осындай құйынды тауып алдым. Бұл не зат болуы мүмкін? Ойлайсыздар. Не металл? Бөлініп қалды екеуі, бірге жалғанып тұрған. Қорғазынға ұқсамайды. Міне достар, анау бала міне мен досым болады. Ол Алтын Сақа деген канал жүргізіп жатыр. Мен болам. Оған да тіркеп қойыңыздар. Және де міне менде керемет табыс. Осындай. Мен ойымша бұл сырға болған сияқты. Енді малға осындай сырға таққан сияқты маған. Сіздер не дейсіздер? Қоладан жасалған осындай бір бөлшек. Жалғасы Камератты осындай зат тапты. қола. Базар жоқ қой. Ау, мына жерде жас сияқты ғой, де? Цифрка табылды. Банкыш. Алтын Сақа деген тапты. Бәрекелді, қараңыздар достар. Домалақ бір нәрсе көріп тұрмын. Мен ойынша бұл тиын деп ойлаймын. Ал көрейік. Бисмиллах деп. Тесігі бар екен. Тарлық көрейік. Бұл бізде не тиын екен? Құрметті достар, бұл Николай 2 деген патша замандағы тиын екен. Және бұл аукциондарда 20 мың теңгеден басталады екен. Күміс тиын. Осындай жағдайда. Достар, бұл кезінде
мыстан жасалған тиын болған сияқты. Одан кейін оны екі шетінен тесіп, бұны түйме ретінде ма, немесе бір сәндік әшекей бұйым ретінде қолданылған секілді. Ол сіздерге көрсетейін дегенім. Енді үйге барып жуып тазалап көретін боламыз, егер суреті бар болса, жылы көрінсе. Және достар, айта кетейін, ана ар жақта міне бір қойшы көкеміз келді қасымызға. Келіп, осы жерде кезінде мектеп болған деді. Одан кейін егістік алқабы деп айтты. Осы жерде болған. Одан кейін анау таулардың басында алтын бар деп айтты. Енді ол жағын енді Құдай біледі. Сөйтіп бізге жақсы мотивация беріп кетті, қасымызға келіп, сәттілік тілеп. Осындай көкелеріміз аман болсын. Ал біз келесі табысқа көшейік. Базар жоқ достар, жаңа тиын сияқты әшекей бұйымды мына жерден таптым да, әрмен қарай бір адым жерден қараңыздар, келесі табысымыз шықты. Міне. Бәрекелді. Бүгінге тиын өте әдемі жағдайда әдемі сақталыпты. 3 копейки 1935. Бұл металлы бізде, менің ойымша, бұл алюмин қосылған қола. Алюминиевый бронза металлы. Құрметті достар, қараңыздар, аукционда бұл тиынның бағасы 1000 теңгеден басталып 400 000 теңгеге дейін барады екен. Достар, қараңыздар, сигнал бір ұрмай тұр. Және қараңыздар, мен не байқап тұрғанымды. Көріп тұрсыздар ма? Тиынның қалай жатқанын. Бәрекелді. Керемет тиын. Бұл бізде, қараңыздар, алюмин бронза сияқты сарғайып келе жатыр. Қараңыздар. Ал бұл тиынымыз онша бағаланбайды екен. Бұның бағасы 1000 теңге екен. 5 копеек 1932 жылғы. Негіз қолымызға андай шылдақ себетін су құйып алып, содан кейін щетка алып жүру керек екен. Себебі сіздерге сразу тікелей эфирде не шыққанын және сразу тазалап түрін көрсететін боламын келесі жолы. Достар, алтын сақаны қараңыздар. Аппаратын ауыстырып келе жатыр. Заряд отырып қалды да. Және менде. Я. Тиын. 3 тиын таптым ғой. Сен келмей тұр. Иә. Достар, бізде кезекті табыс, және бұл бізде өте майда 1 копейка екен. Сап-сары болып шықты. Қойшы неқа? Қарсай. Не аппаратымен істеп? Қандай сақталған, қалай сақталған. Ғырын артын қараңыздар. Алтын бар ау, не? Сол алюмин бронза. Кейде сап-сары болып шығатындар бар осындайдың. 1940 жыл екен. Құрметті достар, 1 копейка 1940 жылғы 400 теңгеден басталып 1500 теңге аралығында бағаланады екен. 1 копейка, иә. Қайтадан аяқына ранный советтер шығып жатыр. Сол да бізді қуантып жатыр. Ебать, СССР. Әдемі. Ал давай аппаратымен көресің ба? Достар, мынау, короче, мынау қоямыз. Так, мына жерге қойдық дейік. Көрейік. Қандай мынау? ST944 аппаратымен тексеріп көреміз. Тиық. Достар, чувствительность көбейт көр. До конца бара. Енді көр. Ти. Ананы азайт. Жоқ. Ана? Иә. Пеш мен істеп көрейші настройка саған. Так. Чувствительность көбейтеміз.
Достар, мынау бір копейканы мен Камрадқа сыйлайтын болдым. Ой, от души. Ә. Бүгіндікке монет таппадым. Коллекцияны сақ қоясың. О. Болды. Құрметті достар, міне бүгінгі біздің видеоның қорытындысы. Бүгін бізде міне қасымдағы Камрад осындай қалтқа тапты. Тазалау барысында екіге бөліп алдым. Одан кейін бізде 3 копейкеге 35 жылғы міне осындай жақсы жағдайда. Енді қатты тазалауға тырыспадым. Жеңіл тазалап өттім. Және екінші міне 5 копейк 1932 жылғы екен. Бұл шамалы жағдайы онша емес. Бірақ сонда да әдемі көрініп тұр. Әрмен қарай міне осындай ою өрнегі бар. Әдемі бір зат таптым. Енді бұл не зат екен дөп басып айта алмаймын. Одан кейін мынау бір зат шықты. Бұны мен сырға деп ойладым. Бәлкім сырға шығар. Немесе бір киім-кешектің бір түйме сияқты жасалған түрі шығар мүмкін. Одан кейін ең қызығы қараңыздар. Мынау мен тиын шығар деп ойлағаным тиын болып шықты. Және міне суреті бар екен. Бұл жерде Николай II патшаның суреті бейнеленген. Бұл где-то бұл 19 ғасырлар шамасында 1800 бір нәрсесінші жылғы осылай күміс тиын. Өкінішті тесігі бар. Жағдайы да онша емес. Бұйырғаны осы. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сау болыңыздар.